Абдесалам Жоламанов. Динаның атасы боламын. Бокспенен 14 жасынан бастап кеттім. Бас кезінде 2 жылдай қой деп жүредім. Ол қоймады. Сонымен енді жанкүйер болдым. Бүгін алғы мақсатқа жеткенде бәріміз қуаныштымыз. Бүгін қазақ елі қуанышты болып отыр. Алла тағала біздің жастарымызға осындай бақыт бере берсін. Мен Заурия Жоламанова, Дина Жоламанова. Басында қарсылық болғанбыз бірінші. Одан кейін Дина тыңдамады, бәрібір бокста қалам деп, өзіне ұнаған болғасын қалды. Өз жылдай жолмен келе жатып, бүгін жеңіске жеттік. Көңіл жеңіске жетіп Осы әлем чемпионатта басталғалы қыздар арасында. Елімізде болып жатқаннан кейін астанамызда осы мүмкіндікті құрып жібермей, еліміздің абыройы тұрған жүрген қыздардың барлық қыздарға жанкүйерлік танытып жатырмын. Жеңіске жетулеріне өзінің себебін тигізіп жатырмын деп ойлаймын. Сондықтан қуаныштымын. Қазір жеңісті көріп қуанып жатырмыз бәріміз. Өзім куә болдым. Қазақ қыздарының бокста алдыға бірінші алтын алатынына оған сенім өте жоғары болды. Назым сенімді ақтап шықты бүкіл қазақ еліне. Дина бәріміз қуанып отырмыз, жалпы әсері өте күшті болды. Қазақстанда бірінші рет болып жатқаннан кейін оның да әсері басқа екен. Чемпион. Бірнеше рет. Жақын.